Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді салат, ерекше, қазіргі таңда ең танымал салаттардың бірі хрустящий баклажанның рецептін көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз баклажанды жуып тазалап алып, барлығын қабығын сыртын ашылап аламыз. Енді баклажандардың барлығын қабағын ашқан соң, біз оны үстіне су құйып 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Оған дейін біз салатқа қосатын соусын дайындайтын боламыз. Мен оны кәдімгі соевый соустан дайындаймын, қолжетімді заттардан. Бізге ең бірінші шай қасықпен 2 қасық соевый соус қажет болады. Сосын лимонның ортасынан бөліп, азғантай бөлігін суын шырынын сырғатып аламыз лимонның. Енді барлығын жақсылап араластырып, оған кішкене ғана, ол міндетті емес, қасықтың ұшымен бал қоссаңыздар болады. Ол міндетті емес әрине. Міне енді біздің баклажандарымызды судан аламыз. Су осындай болып өзгереді. Енді оны қағаз сүлгіге немесе қол шашыққа алып кептіріп аламыз бірінші. Барлығын осылай жайып кептіріп алу қажет. Енді оның үстіне сүлгі қойып, тағы да үстін басып кептіріп алатын боламыз. Міне біздің баклажандарымыз кеуіп дайын болды. Енді біздің баклажанымыз хрустящий болып шығу үшін оған крахмал араластыратын боламыз. Енді табаға майымызды қыздырып, баклажанның барлығын қуырып аламыз. Міне достар, осылай қызартып қуырамыз. Енді оларды барлығын алып, қағаз сүлгіге майынан сырғытып аламыз. Барлық баклажанды осылай қызартып қуырып аламыз. Міне біздің баклажандарымыз дайын, өте хрустящий болып тұр. Енді оған ыстық күйінде тез-тез қонақтарға ұсыну үшін біз үйдегі черри помидор болса черриді, немесе үйдегі бар өздеріңіз қалаған помидорларды осылай кесіп, кішкентай көлемде кесіп, барлығын араластырсаңыздар болады. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолжетімді заттардан ғана жасалады. Үй жағдайында жасауға болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.